Баршаларыңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода бәріне белгілі өте дәмді болып шығатын блинчик пісіретін боламыз. Дайындалу өте оңай, үйде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып салып, жұмыртқаның үстінен қант салып, жарты шай қасық тұз салып, 1-2 минут барлығын біріккенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң қымыздың температурадағы сүтімізді құйып алып, сүттің үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Келесі електен өткізілген ұнымыздың барлығын салып, венчиктің көмегімен ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып алатын боламыз. Келесі таза ыдысымызға қайнап тұрған ыстық суымызды қойып, жарты шай қасық ас содасын салып, содамыз ерігенше жақсылап араластырып, дайын массамыздың үстінен қайнап тұрған суымызды құйып алатын боламыз. Содан соң тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде ешқандай түйіршік қалып кетпеуі керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің сұйық массамыз дайын. Яғни біздің массамыз осындай сұйық болып шығу керек. Келесі қызып тұрған сковородкамызға құйып, екі жағын аунатып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Бұл жерде біздің сковородкамыз міндетті түрде қызып тұрғаны дұрыс. Осылай барлық блинчиктерімізді екі жағына аунатып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Құрамы мен мөлшерін төменгі описаниеден таба аласыздар. Бұл жерде бізде 30 шақты блинчик шығады. Жасап көріңіздер. Міне осылай барлық блинчиктерімізді пісіріп, бөлек ыдысымызға салып алдық. Міне дайын. Содан соң кез келген начинкамен дайындап жей берсек болады. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ас болсын!